Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен түріктердің сүйікті әрі танымал тағамын жасайтын боламыз. Небәрі 30 минутта дайындалады, ал онда кеттік, менімен бірге қайталап жасаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін үлкен шұңқыр ыдысқа ұн саламыз. Қоспалардың барлық мөлшерін описаниеден көре аласыздар. Ұнның үстіне 1 ас қасық қант, 1 шай қасық тұз және 1 шай қасық ашытқы саламыз. Құрғақ қоспалардың барлығын салып болғаннан кейін жақсылап араластырып аламыз. Енді осының үстіне сұйық маймен суды құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Өздеріңізге ыңғайлы етіп, үстелдің үстіне салып елесеңіздер де болады. Мінекей бізде осындай жұмсақ қамыр дайын болды. Енді осыны ыдысқа салып, бетін жауып 30 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Осы уақытта салмасын жасаймыз. Ол үшін үлкен шұңқыр ыдысқа болгар бұрышын саламыз. Қызанақты саламыз, барлығын майдалап, турап саламыз. Және де пиязымызды саламыз. Осының барлығын блендердің көмегімен біркелкі массаға келгенше араластырамыз. Міне бізде осындай қоспа шықты. Енді басқа ыдысқа фаршты саламыз. Оның үстіне алдын ала дайындалған қоспаны саламыз. Үстіне укроп саламыз. Екі ас қасық томат. Жарты шай қасық қызыл бұрыш. Қасықтың ұшымен ғана қара бұрыш және де 1 шай қасық тұз салып, барлығын араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін дәмін көріп, егерде тұз жетіспесе, тағы да тұз саламыз. Үстелдің үстіне ұн сеуіп, қамырды рулет тәріздес формаға келтіреміз. Барлығын теңдей етіп бөлеміз. Менде 10 дана шықты. Барлығын жұқа дөңгелек пішіндес етіп жайып шығамыз. Формаға пергамент қағазын жаямыз және де оның үстіне жайылған қамырларды салып, үстіне дайын болған салманы видеода көрсетілгендей салып шығамыз. 230 градуста 7-8 минут қызарғанша пісіреміз. Біздің тағамымыз дайын болды, барлығын пісіріп алдық. Күнделікті жасап, екінші тағам ретінде ұсынсаңыздар, өте керемет, өте дәмді, әрі тойымды болып есептеледі. Видеоны аса лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.